Жетес би. Жақайым Жетес би 1828-1914 жылдары Қызылорда облысының Арал ауданына қарасты Райым форты маңындағы ауылда туып, ғұмыр кешкен. Жетес кіші жүз алты әлімнің шекті руы, оның Жақайым атасынан шыққан айтулы шешен би. Жетестің ғұмырнамасы жөнінде дәйекті деректеме жеткіліксіздеу, архивте, жазба әдебиеттерде кездесе бермейді. Тек қана қазақ билері жөніндегі аңыздардың бірер жеріне есімі аталады. Жетестің шешендік атағы әуелі сыр шектісі, қыр шектісі деп аталатын елдер арасына таралады. Орта жасқа келгенде оның даңқы бір жағы Орынбор, бір жағы Қарақалпақ еліне жайылды. Әділ төрелігі, шешендік алғырлығы үшін ел жұрт құрметтеп, ат жіберіп алдырады екен. Жетес би бір даумен шектінің Назар Жексей Тілеуқабақ деген еліне барыпты. Ол елдің Нияз деген биі ет жеңділеу адам болса керек. Ал Жетес арық кісі екен. Бір сөздің кезегінде Нияз Жетеске: «Уа Жетесжан, дауылпаз деген құс болады, дауысы жер жарады, жанына барсаң қауқары тұрымтайдай ақ екен» дегенде Жетестің: «Атың жер жаратын еді, мына тұрпатың жұдырықтай ғой, бұл қалай?» деп кекетіпті. Сонда Жетес: «Уа Нықа, оныңыз рас. Ерназар мен Бекетті айдатқалы арлы шекті арық болды, арсыз шекті семіз болды ғой» депті. Жетестің онысы 1855-1858 жылдарға кіші жүз қазақтарының Ресей патшалығының отаршылығына қарсы халық көтерілісінің басқарған Бекет Серкебайұлы, Ерназар Кенжеалыұлы сияқты батырларды Нияз би ауылының жігіттері ұстап берген бейнелеп айтқан екен. Сол Бекет пен Ерназарды артынан Жетес би қуып барады. Орынбор генерал-губернаторына ол тайсалмай кіріп өтінішін айтады. Генерал-губернатор Жетеске: «Мен патша ағзамға арызыңды жеткізейін, сен еліңе қайта бер, ел дүрлікпесін, оларды тыныштандыр. Сені тыңдайды ғой, сәтін салса бірер жылда адамдарың еліне қайтып қалар» деп сөз береді. Сонымен Жетес елге келеді. Қаһарға мінген патша ол өтінішті тыңдасын ба? Бекет пен Ерназарға 10 жылдан бергізіп Сібірге айдатып жібереді. Жетес би кезінде Украинаның ұлы кобзоры Тарас Шевченкомен де кездесіп, сырлас мұңдас болған тәрізді. Өйткені Тарас Жетестің аулы Райым фортында біраз уақыт болған, сол кезде кездесуі мүмкін. Халықтың қамын ойлайтын ел қамқоры Жетес би сыр елінің бірлігін, ынтымағын сақтауда елеулі еңбек еткен. Жетестен туған Нағымет, Ахмет, Тоған, Жүсіп, Алғазы деген ұлдары отау тігіп, ауыл-ауыл боп өрбіген. Жетес бидің өмір жолдары мен қадір қасиеті және айтып кеткен шешендік сөздер жөнінде оның шөбересі Айтбазар Жанәліұлы Парасат журналында былай жазыпты. Енді соған назар салайық. Жетестің бір қызық әдеті болыпты. Қоржынынан үнемі ет салатын тері шанашы мен дастарханы қалмайды екен. Барған жерінде сол шанашына тартылатын еттен кесек ет, бауырсақ салып алады екен. Жолында кездескен жолаушыны тоқтатып, дастарханын жайып, оны тойғызып жібереді екен. Замандастары бірде: «Жетеке, өміріңізде сөзден жеңіліп көрдіңіз бе?» деп сұрайды. Бұл сауалға бір басты екі аяқты пендеден сөзден жеңілмедім деу бекер, өмірімде 2 рет сүріндім депті шешен. Бірінде Қадиша Ныспалы қыздан сүріндім, екіншісінде руы Қабақ Есеттен сүріндім. Есет кім? Тілеуқабақ елінде бай Есет, батыр Есет, шешен Есет деген есімдер болған, бірақ шынтуайтына келгенде осы үшеуі бір Есет. Жетестен 15-16 жастай үлкен екен. Жетес бір сапарында Төртқара еліне, яғни қыр еліне бір даудың себебімен барған екен. Сол сапар Төртқара Асылбайдың үйіне түсіпті. Бұның алдында осы Асылбайдың аулында бір қолайсыз оқиға болыпты. Ол Қазан қаласының мұсылманша оқытатын бір молда алдырыпты. Әлгі молданың аты Шалақазақ Әділ деген жігіт екен. Елде әділ бала оқытып жүріп, сол Асылбай аулында бір қызбен көңіл қосып қойыпты. Соның арты үлкен дауға айналып, адам өліміне дейін барған.
Аталмаш оқиғаның төркінін Жетес те естіпті. Міне, осы сапар Асылбай Жетестен әртүрлі әңгімені суыртпақтап отырып, оның қасындағы Жұбаназардың оқығаны көп болса да сөзге сараңдығы байқалып отырса керек. Асылбайдың бір ауыз сөзі үлкен істің артын ашуға себеп болыпты. Асылбай: ал Жетеке, мына қасыңдағы молда жігіттің жас екен, шариғатқа шала екен, әйтеуір қасыңа ерткен соң жетік молданы ертпедің ба депті. Сонда Жетес ойланбастан: ай Асекай, Асылы, молданың жаманы жақсы, халқымның аманы жақсы депті. Жетестің 82 жасында көзі қалып отырған кезі екен. Бір үлкен жиынға Жетесті де алдырыпты. Сол жиынға төрт қара руынан Жағал деген кісі де қатысса керек. Жағал заманына лайықты жүйрік адам екен. Бір сөздің орайына қарай Жағал Жетеске мынандай сұрақ қойыпты: Жетеке, сіз 80 жасқа келдіңіз. 80 жасыңыздың әр 10 жылын бір белеске қойғанда 8 белестен өткен екенсіз. Осы белестерді неге теңер едіңіз деп сұрақ қойыпты. Сонда Жетес ойланып отырып: шырағым Жағалжан, мен жасымда көп ойнадым, асық аттым, топай тарттым, ойын қызығына тоймадым. 20-ға келдім, бой жетіп бойладым, ойын тойдан қалмадым, әр нәрсені ойладым, қыз келіншекке қырындадым, өз бетінше ұрынбадым, сонда да балалығымды қоймадым. 30-ға келдім, жігіттің нары болатын кез екен, нағыз ағалмастың өзі екен. Ойлағаныма жетпей тынбадым, үлкенді сыйладым, кішіге ізет, сөз маржанын жинадым. 40-қа келдім, 40 жаста бір дәуір, ақ алмастай жарқылдадым, аққан дариядай сарқылмадым, тау қыранындай шаңқылдадым. Алдымнан шешусіз дау өтпеді. Сөз кезегі келгенде маған адам жетпеді. 50-ге келдім, 50 дегенің бір төбе екен. Шыққан төбем қарға адымақ жер екен. Алдымнан екі айрық жол шықты. Қайсысының жақын, қайда апарарын білмедім. Тәуекел деп тағы алға өрледім. 60-қа келдім. 60-ың атан түйенің жолындай ақ жер екен. Тек бір өкініштісі, адамға екі мүйіз шығады екен. Ретсіз аттап жүргізбей, жат босағасына тіреп кіргізбей, әлекті салады екен. 70-ке келдім. Жолдасым аса болды. Отырған үйім таса болды. Аяққа тұсау түсті. Осылай деп жазыпты құдіретті күшті. Амал жоқ, бұған да көндім. Енді міне 80-ге келдім. Аталадан асым болды. Келін мен бала басым болды. Кемпір деген қасым болды. Екі көзден қалдым. Көзден қалғасан, сөзден қалдым. Жан жағыма қарап едім. Еш үмітім қалмады. Артыма қарасам, артым биік жар екен. Алдым терең құз екен. Оң жағыма қарасам, оң жағым аққан су екен. Қай жағыма қисайсам да енді маған өмір жоқ екен. Ал Жағалжан, енді маған жаратқаннан басқаның жәрдемі маған жоқ екен деп тоқтапты. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып қолдап отырыңыздар.